Сәлем баршаңызға. Бүгін керемет тамақтардың бірі гуйру лагман. Құрамы экранда көрсетілген сиыр етінен 1 килограмм. Жіңішке етіп тураймыз, ірі, бірақ жіңішкелеу қылып тураймыз, сонда тезірек піседі. Алдымен маринатымызға 1 қасық тұз және 5 штук сарымсақ қосып, маринаттап араларына жағып шығамыз. Солай 2 сағатқа қойып қоямыз тұндырып. Енді лагманға арналған ұнымызды дайындап аламыз. 1 килограмм ұнға 1 жұмыртқа және 1 тұз саламыз. 1 ас қасық тұз және жылы сумен илейміз. Илеген кезде қолымызбен жуу арқылы жұлмалап отырып аламыз. Жаңағы жұмыртқа араласқан, су араласқан тестаны сол кезде кішкене қаттырақ болады. Яғни тестамыз біздің өте жұмсақ болмауы керек, керісінше қаттырақ болған дұрыс. Осылай тындырып илеп қоямыз. Холодильникке немесе бетін жауып пакетімізге салып қойсақ болады. 15 минутта немесе 5 минутқа тұндырып қоямыз. Келесі гуйру лагманға керекті көкөністерді тазалап жуып тураймыз. Алдымен пекинский капустамызды тазалап аламыз. Біздің қураған немесе шіріген жерлері болса, капустамыздың алып тастаймыз. Және осылай пышақпен кессеңіз, өзі бірнеше бөліктерге бөлініп қалады. Яғни тіптен турап қажет болмайды. Егер үлкен болып жатса, бірнеше бөлікке бөлсеңіз болады. Осылайынан ірі бөліктерге бөліп қойып қоямыз. Менде 3 қызыл болгар бұрышы және 4 болгар бұрышы. Бұл біздің дайындайын деп тұрған тұздығымыз, яғни подливамыз 5-6 адамға жетеді. Өйткені еттіміз біздің өзінше бір бұқтырылады. Оның үстіне көкөністер қосылады және өзінің соғы, суы шығып, бұл лагманымыздың подливасы 5-6 адамға жетеді. Яғни бірнеше порцияға бөліп алдын ала есептесеңіз болады. Егер сізге 10 шақты адамға көбірек жасау керек болса, гуйру лагман, осыны осы количествоны екесе көбейте саласыз. Достар, каналымыз жас канал болғандықтан сіздердің подписаться кнопкасын басуларыңызды сұраймын. Және поделиться кнопкасын басып, копировать ссылку деп WhatsApp чаттардан бөліссеңіздер болады. Видео рецепттер бізде аптасына 2-3 тағамнан шығып отырады. Енді табамызды қатты отта қыздырып аламыз. Бұл жерде жарты кесе май құйдым. Яғни жарты кесе майымыз 4 ас қасық су май, подсолнечное масло. Осылайша етті саламын. Маринатта 2 сағат ұстадым етімді. Және жіңішке қылып тураған едім. Осылайынан өзін бір қорып аламын. Қорған кезде еттің өзінің суына баяу отта бұқтырамын, төштетемін. Қазанның қақпағын ашып қараймыз. Суы тартылған етімнің үстіне жуа және жанду саламын. Менде жанду болмады. Жандуға ұқсас чеснок салдым. Одан кейін осылай үстіне пекинский капустаны бірнеше бөліктерге бөліп салдым. Осылайынан араластырып қуыра бастадым. Қуырғаннан кейін үстіне 2 ас қасық томат саламыз. Және еттің пісуіне ықпалын тигізетін 2 кружка су құямыз. Яғни етіміз тағы бір мәрте осы көкөністермен бұқтырылып пісу керек. Яғни газымыздың алауын кішкене азайтамыз. Бұл видеода мен балаларым жаңағы жасалған қамырымды күткісі келмеді. Сондықтан тез арада спагетти салып қайнатып жіберейін дедім. Көріп отырғандарыңызда 2 литр суға тұзбен подсолнечное масло, яғни су май құйып, осылай бір қайнаттым. Су қайнағаннан кейін ғана бір бума спагетти салып жібердім. 15-20 минуттан кейін спагеттиді судан сүзіп алдым және дайын болған подливті үстіне құйып балаларыма бердім. Және бұл уақытта 2 ас қасық соевый соус құйдым. Лагманның өзінің подливға дәмін берсін дедім. Одан кейін баяу отта біздің етіміз осы көкөністермен бірге 40 минут піседі. Одан кейін үстіне торғалған етіміз жартылай пісіп қалды. Бұл уақытта
жаңағы суы кішкене тартылды, бірақ сонда да бір кесе суымыз ішінде қалған. Үстіне дайын болған болгар бұрышын салдым, яғни кесілген. Одан кейін үстіне бір ас қасық тұзды сеуіп салдым. Осылайша болгар бұрышын етпен бірге 5 минут қуырдым. Одан кейін қалған 10 минутында бұқтырдым. Яғни қазанның қақпағын жауып, газдың астын азайттым. Жалпы лагманның бірнеше түрі бар. Мендегі үйдегі жасайтын гойру лагманның құрамы осы пекинский капуста, болгар бұрышы, чеснок, ет және қарапайым жуа және шәнду немесе стручковый фасоль деп айтылады екен. Осылайша біздің подливіміз, яғни тұздығымыз 1 сағат, 1,5 сағат бұқтырылып піседі. Тек қана көкөністер әрқайсысы өзінің уақытымен ғана салынады. Себебі біз болгар бұрышын басынан салған болсақ, аяқ жағында балбырап өте қатты пісіп кетеді. Сондықтан болгар бұрышын етіміз сәл пісіп дайын болды деген уақытта ғана үстіне себелеп саламыз. Сонда біздің бұрышымыз кішкене қыртылдақ, кішкене дәмдірек болып шығады. Қамырымыз тұндырылды. Енді шетінен кесіп, осылайынан бірнеше бөліктерге бөлеміз және осынша ұзынша формаға келтіреміз. Осылай алдымен нан тақтайға немесе осындай дастарханға осылай біркелкі етіп ұзынша қылып созамыз. Барынша созып, одан кейін барлығын бір тарелкаға жинаймыз. Және майлауды ұмытпаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Басында осындай ірі бөліктер болады. Одан кейін тарелкамызды майлап аламыз. Соны біркелкі етіп жағамыз. Дайын болған қамырымызды созылған күйінде ораймыз. Ортасынан бастаймыз. Және әрбір осылай оралған қамырдың үстіне май жағамыз. Яғни май бір-біріне қамырды жабыстырмайды, сондықтан май жағуды ұмытпаңыз. Және осылай дайындап болғаннан кейін тарелкамыздың үстін міндетті түрде пакетпен жабамыз, себебі қамырымыз кеуіп қалмауы керек. Осылай қамырымызды дайындап, май жағып, үстіне пакетпен орап қоямыз. Яғни маймен бірге тұндырылып пакетіміздің астында тұрады. Лагман созылып жатқан бөлменің терезесін жабуды ұмытпаңыз. Егер ашып қойсаңыз, қамырыңыз қатып қалады. Яғни тестаңызды созу потом қиын болады. Сондықтан әрдайым пакеттің астында ұстаңыз. Яғни пакетпен орап отырасыз, шетінен алып отырасыз. Мен мұнда дайын болған қамырымды майланған 15 минутта тұндырып қойдым. Одан кейін шетінен ортасынан алып бастадым. Көрдіңіздер ғой, уже жабысып жатыр. Яғни тез арада 15 минуттан кейін осылай тез арада созып біркелкі формаға келтіруіміз керек. Негізі лагман созудың бірнеше тәсілдері бар. Менде 3 тәсіл. Біріншісі қолмен ширату, одан кейін осылай бір саусақтың көмегімен тартып, екінші қолмен кішкене езе отырып созу. Яғни қолмен кішкене басасыздағы оратып, ширатып бір пішінге келтіресіз. Осылай алақанда орап, 2-3 шығарып қоясыз. Себебі сіз екінші этапта лагманыңызды созатын кезінде мына 2-3 таппай қаласыз, яғни шатасып кетеді. Сондықтан осылайынан 2-3 шығарып, қалған бөлігін пакеттің астына қойып майды жағасыз. Майды жағуды тағы да ұмытпайсыз. Міне мынау ірі бөліктері, бұл бірінші этаптағы тарелкамыз, оның төбесіне тұрған екінші этаптағы, үшінші этапта дайын болған қамырды жинаймыз. Жинап, дастарханға ұру арқылы біркелкі формаға келтіреміз.
Көріп отырғаныңыздай, мына бірінші этаптағы қамырымыз әлі де болса ірі, соны екінші этаптағы қамырдың размеріне келтіріп жатырмыз. Жалпы лагман қамырына май өте көп кетеді, майды өте көп қосамыз. Сондықтан бір шүберек дайындап қойсаңыз болады. Өйткені ол шүберекпен, таза шүберекпен жаңағы май болған дастарханда жиі сүртеміз. Лагман созудың бірінші варианты. Екі алақанның көмегімен осылайша ширатып арқылы созсаңыз болады. Және де екінші этап, бір қолыңызбен бір қамырдың сол жағын ұстайсыз, оң жағын қолмен езгілеп отыру арқылы ұзынша етіп созып бастайсыз. Алақандағы саусақтың іздерімен. Барынша тез жасасаңыз, қолыңыз үйреніп кетеді. Одан үшінші вариант, ол екі қолдың көмегімен бас бармақпен ширатамыз. Ширатып созамыз, ширатып созамыз. Солайынан тез қамырды ұзыннан ширатып шығамыз. Әрине, бұл үшінші тәсілден кейін қамырымыз кішкене ирек болады. Сол ирек қамырды одан кейін түзетеміз. Осылай түзетсеңіз де болады. Сонда жаңағы ширатылған қамырымызды сырты бір келкі болады. Яғни сырты қисық немесе іртік болып қалмайды. Біз бірінші этаптағы үлкен бөлшектегі қамырды алып, осылайынан создық үш түрлі тәсілмен. Енді ол дайын болған қамырымызды қолға осылай жинап, екі ұшын шығарып, екінші этаптағы тарелкаға саламыз. Бұл яғни тағы да өзінше пакеттің астына тұнып тұру керек. Бір-біріне жабыспас үшін обязательно міндетті түрде үстен май жағуымыз керек. Сонда ол май араларына түсіп, бір-біріне жабыспайды. Сондықтан бізде май кішкене көбірек кетеді. Және пакетпен бетін жабуды ұмытпаңыз. Сол кезде ол кеппейді және майысқақ күйінде тұрады қамыр. Міне осылай барлық қайталанады. Міне бірінші этаптағы қамыр ірілеу келген, саусақтан кішкене үлкен десек те болады размер жағынан. Одан кейін оны жаңағыдай біз созамыз, езгілеп отырып созамыз, ширатып отырып созамыз. Сөйтіп кішкене саусақтың размерімен бірдей болады. Одан кейін оны екінші этапқа қойып қоямыз. Үшінші этапта уже қамырларды жинап, қолмен ұрып, жаңағы уже асуға, қайнатуға дайындаймыз. Жалпы дастарханда қамырымыз біздің өте майлы болады. Сондықтан дастарханымызды жаңағы таза шүберегімізбен өте жиі сүртіп отырамыз. Сүртпеген жағдайда сіздің нан тақтайыңыз немесе дастарханыңыз майлы болып кетсе, қолдағы қамыр жалпайып кетеді. Яғни қолдағы қамыр біздің домалақ болмайды, пішіні өзгеріп жалпақ болып кетеді. Сондықтан шүберегіңізді сулап алып, сулы күйінде жаңағы кішкене сығып, қайта жаңағы дастарханыңызды немесе нан тақтайыңызды сүртіп алып отырыңыз. Сол кезде май аз болса, жаңағы қолымыздағы қамыр және тез созылады, және жалпаймайды, өзінің формасын ұстап тұрады. Әрине, әр адам өзінің қалауынша лагманды созады. Бірақ мен лагманнан кейін жаңағы шүберегімді өте көп май жұтқаннан кейін обычно лақтырып тастаймын. Себебі ол қанша жуылса да майға уже пропитанный болып қалады дағы. Осылай лагманды рет-ретімен жасасақ, біз қамырымызды созып жатқан уақытта етіміз маринадталып жатады.
және суымызды қайнатуға газге қоямыз. Яғни ол суға осы дайын болған біздің қамырларымызды ішіне батырып қайнатып аламыз, яғни пісіріп аламыз. Сондықтан газыңызға барынша үлкен ыдыста, терең ыдыста 5 литр суды қойып, ішіне бір ас қасық тұзды салып, кастрюляңызды қайната берсеңіз болады. Ол салқын су қайнағанша біз қалған қамырымызды созып бітіреміз. Содан кейін барлығын жинап, бір қайнаған кастрюлямыздағы суға қайнатып пісіріп аламыз. Жалпы мендегі өлшеммен алынған ұн 1 сағат уақыт алады, яғни 1 сағаттың ішінде созамын. Себебі менде үлкен болып шықты. 1 килограмм ұннан 10 адамның лагманы порциясы шықты. Яғни 1 килограмм ұн 10 адамның қамырын қамтиды екен. Енді қалауларыңызға қарай, осы өлшемнен азырақ жасасаңыз, аз порция шығады. Яғни менікінде 1 килограмм ұн емес, 2 кесе немесе 3 кесе ұннан 3 порция немесе 4 порция тамақ, яғни лагманның тестасы дайын болады. Достар, келесі видеода қандай видео рецепт көргілеріңіз келеді? Комментарияға жазып кетсеңіздер, қандай тамақты жасасақ болады? Және өздеріңіздің осы лагман рецептіне қатысты лайфхактарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Комментарияларыңызға жауап беремін, сондықтан комментарийда өздеріңіздің идеяларыңызды, өздеріңіздің рецепттеріңізбен бөліссеңіздер болады. Жалпы әр үйдің өзінің рецептісі өзгеше. Мынау менің өзім үйде жасайтын қарапайым рецептім. Және уақытты үнемдеуге өте қатты тырысамын. Осы тестаны созып жатқан кезде менде параллельно газымда подливам қайнап жатады, пісіп жатады, және одан кейін пістау деген уақытта 5 литр суды құйып, кастрюляма осы қамырымды пісіріп алатын суды қайнатамын. Яғни ол салқын су 5 литрлік қазанда қайнайым дегенше қалған астатық қамырды осылай тез-тез созып біткенше ол уже қайнайды. Қайнағаннан кейін қана дайын болған қамырларымды салып аламын. Осылай қамырды қолға орасаңыз да болады, орамай тек 2 ұшын тауып шығарып қана просто табаққа бүйтіп қоя салсаңыз болады. Одан кейін майлауды ұмытпаңыз. Обязательно осы жаңағы қамырлардың арасына батырыңқырап майды көбірек аямай құйыңыз, себебі бұлар алатын кезде бір-біріне қатты жабысып қалады. Қатты жабыспас үшін майлау өте маңызды. Және майлағаннан кейін созған кезде қамырыңызды жаңағы шүберегіңізбен майланып кеткен дастарханның үстін қайта-қайта жиі сүртіп отырыңыз. Сол кезде қамырыңыз сіздің жалпақ емес, домалақ болып шығады. Яғни біркелкі формада әдемі болып шығады. Әрине дастарханда да елесеңіз болады, немесе нан тақтайда. Енді дастархан мен нан тақтай қойсаңыз да столыңыз жаңағы тегіс болғаны дұрыс. Бұл жерде енді 3-ші этап, жаңағы дайын болған қамырымызды жинаймыз. Жинап, дастарханға ұрып, үстінен жаңағы су майын жағып шығамыз. Бұл жерге де міндетті түрде май жағамыз, себебі дайын болған формамыз, дайын болған осы қамырымыздың бетін тағы да пакетпен жауып қоямыз. Ең соңында осылай қамырларды жинап алып, қолға осылай орап аламыздағы бірнеше рет осылай ұрып жібереміз. Сонда формалары бәрі біркелкі тегістеледі. Әрбір дайын болған қамырдың үстіне осылай жеке-жеке су майды жағып өтеміз.
және пакеттің ашылып қалмауын қадағалаңыз. Егер ашылып қалса, жасаған еңбегіңіз кеуіп кетеді, яғни қамырымыз кеуіп қалады. Лагманның қамырын алғаш жасап жатқан болсаңыз, басында кішкене ұзақ болады, кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Қолыңыз үйренген уақытта жылдам және шапшаң жасайтын боласыз. Достар, каналымыздағы видео рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, поделиться кнопкасы арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Видео рецепттер бізде әртүрлі, яғни конечный ставкадан тағы да ашып қарасаңыздар болады. Смағұлова еңлік фудблог деп іздеп қарап, плейлисттарды ашып қарасаңыздар болады. Осы видеоның соңында плейлисттер шығады. Плейлистте түскі ас, кешкі ас, таңғы ас және тәттілер шығады. Басып ашып қарасаңыздар болады. Осылай дайын болған қамырларды бір жерге жинаймыз, бір жерден майлаймыз және пакетпен үстін жауып қоямыз. Қазанымыздағы суымыз бұрқ етіп қайнағаннан кейін бір ас қасық тұзды салып жібереміз. Одан кейін осы дайын болған қамырларды ақырындап саламыз. Жиналған қамырды бір мезетте салған кезде вилканың көмегімен бірнеше бөліктерге қолмен ашып жібереміз. Яғни вилканың көмегімен қамырларды итеріп бір-біріне жабыс қалмасын деп ашамыз. Араларын шанышқының көмегімен ашқаннан кейін бір қайнатамыз қазанымызды. Бір қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Жалпы бірінші поток қамыр бізде 5-7 минутқа дейін піседі. Яғни бір мезетте қайнаған бойда сразу суырып алмаймыз. Себебі бірінші поток қамыр кішкене ұзағырақ піседі. Сондықтан қайнағаннан кейін осылай бір-бірін араластырып, крышкасын жауып, жаңағы баяу отта 5 минут пісіп аламыз. Одан кейін 5 минуттан кейін пістау деген уақытта қамырдың кусогын шығарып, дәмін көрсеңіз болады. Қамырдың ортасы кішкене шикі болады, яғни кішкене сырты жұқа, ортасы кішкене қаттырақ болады. Сол дәмін көрген кезде өзіңіз ыңғайыңызға қараңыз. Егер піспеген болса, тағы бір 2 минутке қойсаңыз болады, баяу отта қайнатып. Сонда барлық общий уақыты 7 минут болады. Одан кейінгі қамырлардың уақыты 3 минут, яғни бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін қамырыңызды осылай сүзіп ала берсеңіз болады. Және ыдысыңыздағы суыңыз тартылған болса, үстіне қайнаған су құйып жібересіз. Тағы 1 литр суды тефальға қайнатып, үстіне қосып жіберсеңіз болады. Судан сүзіп алған қамырыңызды осыдан суырып алғаннан кейін салқын суға шаясыз. Салқын суға шайғаннан кейін сумай құясыз, яғни подсолнечное масло. Бұл жерде 2 ас қасық бізге жеткілікті. Одан кейін келесі партияңызды, келесі қамырыңызды осылай салып бір қайнатып аласыз. Бір қайнағаннан кейін вилкамен араларын ашып, араларын бір-бірінен кішкене алсатасыз. Менде осы бар шыққан қамырдан 5 порция жаңағы адамға жететін тесто дайын болды. Яғни қамырым 5 адамға жеткілікті болатын порциядан шықты. Осылай тағы бір мәрте екінші дайын болған қамырыңызды салқын суға шайып аласыз. Салқын суды төгіп ажыратамыз. Сол кезде қамырыңыз бір-біріне жабыспайды. Келесі столға берер тамағыңызды қайта қыздырып алсаңыз болады тамағыңызды. Осы қамырдың үстіне подливті салып, бірнеше тарелкаларға бөлсеңіз болады.